Сәлем көзқарақты көрермен. Өздеріңіз білетіндей, өткен аптада үзіліс болды. Ал бүгін бізді жарылғыш бомба сияқты жойқын тарау күтіп тұр. Бірақ келесі аптада тағы да үзіліс болады. Алдын ала ескертіп қояйын. Түсініп жүріңіздер, бір айда бар болғаны бір толыққанды тарау алып жатырмыз десек те болады. Ендеше бүгін созып отырмаймыз. Алдымен қазақша мангаға мұқтап қолдау көрсетіп, YouTube-қа жазылып кетіңіздер. Ал енді бірден негізгі тақырыпқа көшейік. 1182-ші тарау Заза деп аталады. Заза дегеннің не екенін кейінірек өздеріңіз де түсінесіздер. Егер біреулер үшін бұл әлі спойлер болса, шыдай тұрыңыздар. Мұхабада Исса Түлкі мен Танукидің ықыласпен дайындаған кеспесінен рахаттанып отыр. Шынымды айтсам, бұл кімге қызық болуы мүмкін екенін де білмеймін, өйткені мұнда тіпті Ямато да жоқ. Сондықтан бұл бөлікті өткізіп жіберіп бірден жаңа кадрларға көшейік. Тарау дәл өткен жолғы соңғы бетте Инсамка ұшып кеткен жерден басталады. Локидің шабуылынан кейін Имуға не болды? Локи, оның бір жерде әлі тірі екенін сезіп тұрмын дейді әуеде тұрған Локи. Рататоск тиін қатты шабыттанып, жоғарыда тұрып бауырына жанкүйер болып жатыр. Бірақ денем тым алып болғандықтан оны көзден жоғалтып алдым. Деп, Локи өзінің тым зор денесін ақтауға тырысады. Осы сәттен кейін оқиға алып ағаштан алыстап бара жатқан Имуға ауысады. Енді ол нағыз сұмдықты бастама, кім ойлаған? Мына дүниеде қайта кездесеміз деп кім ойлаған? Әндеткен дауыс, сен нағыз сатқын екенсің. Имсама мұны аса бір өшпенділіксіз, сабырлы түрде айтады. Оның дәл Аньогиге айтып тұрғанын біз өткен жолы ақ аңғарғанбыз. Бірақ бұл жерде маған ұнайтыны, құдайлар бір күні қайта жолығады деген әлгі пайғамбарлық сөздердің біртіндеп шындыққа айнала бастауы. Локи мен Рататоск ұшып шегініп келесі шабуылға дайындалып жатқанда Имусама болса бар күшін жинап, толықтай дайын тұр еді. Ол бәрін асқақ кейіппен қарсы алуға әзір болды. Сөйтіп, бәрі басталды. Қар. Иә, рас екен ғой. Найзағай мұз бөлшектерінің бір-бірімен соқтығысуынан пайда болады. Сендер шынымен бір-біріне жаралған екенсіңдер. Енді бәрі түсінікті болды. Локи найзағай мен отты шабуылдарды қалай жасап жүргені баяндалды. Оның бәрі мұз тиін Рататосктың арқасы екен. Қолда бар түсінігі осы болды. Міне, сендерге осы қабілеттердің ресми керемет түсіндірмесі. Аңызға айналған шабуыл. Рагнер, сонда сен осы уақыт бойы жаңа еңді күтіп жүрдің бе? Өткен естеліктерді еске түсіреді. Осыны Имсама айтады. Құтырған Рататоск ашуға булығып тұр. Байқағандарыңдай ол орман құдайын өлердей жек көреді. Ал енді ең маңыздысы, Рагнер балғасы аңыз Зоан иесі екені белгілі болды. Рисуриснуми тиін жемісі, Рататоск үлгісі. Бұл, сонау 800 жыл бұрын қаруға енгізілген ібіліс жемісінің күші екен. Яғни әлде бір жан қоныстанған емес, нақты ібіліс жемісінің қабілеті енгізілген. Вегапанк мұны жуырда ғана түсінсе, 800 жыл бұрынғылар бұл технологияны оп-оңай қолданған болып шықты. Имсаманың сөзінен кейін Рататоск. Инсамканың сөзінен кейін Рататоск шыдамай кетіп, оған қарай алапат мұзды шабуыл жібереді. Жарайды, кеттік онда, дейді Локи. Отты жалынын лап еткізіп қуаттай бастады. Темір найзағай 5 жебе. Локидің тағы бір сұмдық шабуылы. От, найзағай, мұз енді тіпті темірдің өзін қолдана бастады. Не десең де аңыз құдайлық Зоан күштері қосылса, осындай болады ғой. One Piece әлемінен басқа не күтеміз? Бірақ Инсама өздерін түсінгендей, мұның бәріне шыдап тұра беретін адам емес. Ол арқасынан оман түріндегі өзінің жарғанатын шығарып, аспанға лақтырады. Сол сәтте бұрын соңды болмаған жойқын жаңа техника іске қосылады. Тұтылу, бомбалау. Алып жарғанат сансыз кішкентай омандар атылып шығып, Локиге қарай лап қояды. Осылайша Инсаманың қарсы шабуылы басталады. Локидің барлық шабуылдарын Инсама тоқтатып тұр. Ал Илбафта сол қос бетті көріністе нағыз алапат, өте қатыгез шайқас болып жатыр. Екі құдайлық жеміс және бір аңыз жеміс. Бұл жағдай шынында қызық болғалы тұр. Локация күрт ауысып, оқиға Бонни мен Лилит жағына өтеді. Неткен сұмдық. Бонни, менен алыс кетпе дейді Вегапанк Лилит. Мен ондай қобыжықпен шайқаспаймын дейді Бонни. Уайымдама, мен сені қорғаймын, ешкімге тиіспеймін. Бірақ, ол өзі кім сонша? Деп ойланып қалады Вегапанк. Қызық, ол әлемде не болып жатқанынан тағы түк хабарсыз болып шықты. Құдіретті рыцарларын басқарғанымен кейбір маңызды нәрселерден мүлде бейхабар. Ол Гораси емес. Деп Вегапанк үш түрлі жайтты ойша байланыстырып отыр. Ал Санджи болса сәл әріректе ес-түссіз жатыр. Әлемдік үкімет 800 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан алып ұйым. Осынша уақыт билік үшін күрес болса, оның артында міндетті түрде қараңғылық жатады.
Осы сәтте Вегапанктың санасында бір нәрсе орнына келе бастағандай болды. Бірақ бізге оны әзірге ашып көрсетпейді. Өйткені ол нағыз данышпан Вегапанк. Кенеттен Санджи шыдамай орнынан көтеріліп кетеді. Бейшара кішкентай Джевели Бонни оны тоқтатуға тырысып, оның өлімші жараланғанын айтады. Қазір демалатын уақыт емес, Бонни, деп Санджи күн оны бірден бөліп жібереді. Сол сәтте оның көз алдына өткен шақ елестеп өтеді. Онда Кирингимнің жеңілген Санджиді аяусыз қорлап жатқанын көреміз. Ха-ха. Санджи, саған қарсы тіпті ештеңе істеудің де қажеті болмады. Таңғаларлығы сенің әлі тірі жүргенің. Шалқасынан құлаған бейшара аяқ-қолын көкке көтеріп, Кирингимді сөзбен тоқтатпақ болды. Бірақ Кирингим оған суық жүзбен өзінің бастапқы жоспарын орындайтынын айтады. Ішімде дәл қазір тасып жатқан күшті сезіп тұрсың ба? Бұл жеңістің күші, деген сөзімен Кирингим мазақ ете сөйлеп, мен кеттім деп тайып тұрады Кирингим. Олар балаларды әлі де ұрламақ ниетте дейді. Санджи қарсыласы кеткен бағытқа қарай бет алып. Джевели Бонни мен Лилит Эльбаф аркасының нағыз қыз құмар жігітті бәрібір тоқтата алмады. Біз бастан өткерген барлық шайқастар бекер болған жоқ. Сондықтан Эльбафты қорғауға міндеттіміз. Ақыр соңында бұл Луфи мен Усоп тамсанып қадірлейтін ел. Санджи мен Кирингим арасында шайқас. Ертеме кешпе шайқас болатын түрі бар. Үкі кітапханасы. Оқиға орны тағы ауысып, енді Охараның алып кітапханасына келді. Мына есіктің ар жағында жерасты жолы бар деп кім ойлаған? Деп таңданысын жасыра алмады. Ягуарди Саул. Құпия бөлмеге бастап бара жатқан Саул. Сен барлық кітаптарды өрттен аман алып қалыпсың ғой, Библу. Ягуарди. Саулмен бірге онда Ника Робин де келді. Біз шынымен де әлгі құпия, тура, Гарри Поттердағыдай жасырын бөлмені көрдік. Сол жерде әлгі үкі барлық кітаптарды сақтап қалған екен. Бейшара Ника Робин қуаныштан жүзі жадырап кетті. Саған шын жүректен алғыс айтамын. Бірақ сен барған сайын бір түрлі болып барасың, Библо. Әңгімеге қарағанда, Ягуарди. Саул Библоны өзінен де жасырылған мына құпия бөлме үшін аздап кінәлап тұрған секілді. Бірақ түсінуге де болады. Мына байғұсқа ондай құпияны сеніп тапсыру қиын ғой. Тіпті осы кітаптардың өзін аман алып қалу да оның қолынан келмес еді. Қысқасы, Саул Библо досын тағы да түсінбей қалды. Оқиға тағы да күрт ауысып, батыс ауылындағы бұлтты теңіз портына өтеді. Оңбаған Сомерстің, әулие Эликтің басты кемесін ұрлап кеткенін көреміз. Неткен жойқын күш десеңші, Оманның қуатының әсерінде жүріп, анау алып кемені жалғыз өзі сүйреп әкелген. Алло, байланыста Сомерс дұрысы, Супер Сомерс. Мен алыптардың кемесін таптым. Балаларды осында сүйреп әкел. Саған 5 минут уақыт. Осылайша ол Денден Муши арқылы Кирингиммен сөйлесіп, Эльбафтың басында құрған жоспарларын іске асырып жатыр. Батыс ауылындағы таверна. Орманға қараңдаршы. Нағыз соғыс болып жатқандай ғой дейді сүп сүйкімді Чоппер. Кесілген жер өте тегіс болғандықтан саусақтары қайта бітіп кетуі мүмкін. Бірақ толық жазылып кетуіне бірнеше ай керек болады. Әлгі қатыгез инсама бәрін дәл әрі шапшаң істейді ғой, өздерің де түсініп тұрсыңдар. Саусақтарының қайта бітуі тек сенің арқаңда, рахмет саған Чоппер. Өзімді сондай дәрменсіз сезініп тұрмын. Негізімен басқаларды емдеуім керек еді. Ал қазір өзімді емдетіп отырмын дейді бейшара Герт. Бірақ Чоппер оны жігерлендіріп, сен ештеңеге кінәлі емессің деп дұрыс айтып көңілін көтереді. Доктор Чоппер, анам мен басқаларын емдеп бергеніңізге рахмет. Деп кішкентай Колон оған алғысын білдіреді. Бөлменің ішінде осы топтағы адамдардың бәрі жиналып отыр. Мен әзірге тек алғашқы көмек қана көрсеттім. Осы қиындықтан аман шыққан соң бәрін толықтай емдеймін дейді кішкентай Чоппер байыппен. Гертосо, менің сүйікті идолым, саусақтарынан айырылып қалыпты. Неткен сұмдық. Қаласаң, мен саған өз саусақтарымның бәрін беремін, дейді Роуд. Сенің саусақтарың маған керек емес деп жауап береді Герт. Қандай қатыгез. Бірақ осындай сәтте де мен марапатқа ие болдым. Өзіңнің назарыңа іліккенімнің өзі үлкен құрмет деп мәз болады әлгі жағымпаз, бойы өсіп кеткен Санджи-кю. Ал дәл осы сәтте, достар, мұнда осындай жағдай болып жатқанда, алдыңғы жақта сіздер. Эльбаф жеріндегі батыр жауынгер Хаджрудин құлап жатыр, өте өкінішті. Ол саған ешқашан бұйырмайды. Сабыр сақта, Роуд, әйтпесе айналаны қанға былғайсың дейді оған Чоппер. Гертосқа деген сезімім шектен асып барады, дейді әлсіз күйдегі Роуд. Ал мен оны енді ғана сыйлай бастап едім деп қояды Колан. Батыс ауыл, порт маңы. Зора тобы, кешір, Голберг. Менің бойыммен мұны істеуге тым көп уақыт кетер еді. Зора тағы да өз әдісін қолданады. Ештеңе етпейді.
Алып қарақшылардың ішінде ауыр жарақат алмаған жалғыз адам менмін. Оның үстіне, мұның бәрі Эльбафтың мәселесі ғой. Біз үшін шайқасып жатқандарыңа рахмет деп жауап береді такси Голберг. Уайымдама, біздің капитан бұл елді өз достарының елі деп санайды. Демек, бұл оның да елі. Мұнда Луффи нағыз беделді көшбасшыдай. Хайруддиннің неге оған сонша тәнті болғанын енді анық түсіндім. Расында да бұлар бүкіл Эльбафтың ең мықты жауынгерлері. Әлгі қара жалын енді болат шарлар мен бомбаларға айналып кеткен. Эльбафта ойран салған құдіретті рыцарьлары бұрынғыдан да күшейе түскені анық. Бәрі тым кеш болмай тұрып, біз оларды тоқтатуымыз керек. Зоро жаңа ғана айтқан әлгі бомбаларды қолына ұстап, жауларына қарай батыл бет алды. Қайтадан оқиға орнына ауысады. Батыс ауылдың порты. Кирингем, мен қателестім. Болмауы керек біреуді шақырып қойдым. Кирингем, әлде оны өлтірмек болдың ба? Деді Сомерс. Дәл өзі. Мен өмірімде ең қатты қорқатын адам сол деп жауап берді Кирин. Аздап шектен шығып кеттім. Сомерс, ақымақ. Одан біз де қорқамыз. Сен оны басқара аласың ба? Сомерс сұрады. Дайын болыңдар, қазір нағыз жаман болады. Күлкі, бірақ ол әлі де мен жасаған қорқынышты түстің жемісі. Не болса да болды енді. Қолдан келер ештеңе жоқ. Асығуымыз керек, уақытымыз аз. Гунка қайда? Мен оны көргенмін. Ол өлді деп хабарлады Кирингем. Жарайды, оны қоя сал. Қанша тырысса да ол дене сыртта ұзақ уақыт болуға жарамайды. Сомерстің сөзінде шындық бар. Мұны біз бұған дейін де талқылағанбыз. Бәрі біз айтқан бағытпен өрбейтін сияқты. Қарсы алдымызда жау күштері, бірақ біз де осал емеспіз. Қожайынның үмітін ақтауға тиіспіз. Оның көңілін қалдыруға болмайды. Иә деп Кирингем де келісімін білдірді. Қорқынышты ахуал барған сайын қоюлана түсті. Батыс ауыл, неге аяқ астынан жаңбыр басталды? Бұл ненің белгісі сонда? Су үйлерді басып барады. Жаралыларды суға кетірмеңдер. Жергілікті алыптардың бәрі абыр-сабыр болып, жан-жаққа жүгіріп кетеді. Сол сәтте Кирингем бұйрық бере бастайды. Кәне, ана жексұрын балаларды ұстап алыңдар. Каолон. Мен Илва. Көмектес анашым деп айқайлайды. Сыртта біреу бар. Сол сәтте сүйік денелі әлдебір мақұлық ұзын, жан түршігерлік қолын созып, балаларды ұстап алып сыртқа сүйреп әкетпек болады. Менің ойымша бұл Кирингемнің ісі болса керек себеп. Аңыз түс жайлы сөз қозғаған болатын. Біз, бұлттардың үстіндегі қасиетті мекен Мариджоа жерінде туғандар үшін, аспаннан су жауғанын көрудің өзі қорқынышты көрініс. Дәулеті Ника. Бізді сол аңыздармен жиі қорқытатын. Бірақ төменгі әлем туралы аңыздардың ішінде ең үрейлісі бір құбыжық жайлы еді. Адамдардың үстіне көктен су төгетін сұм жаратылыс туралы. Оны жаңбыр құдайы деп атайды. Хито но ми, жаңбыр құдайы Заза. Жаңбыр биінің ырғағымен бірге пайда болған Заза. Қандай қорқынышты жаңбыр құдайы десеңші. Біздің алдымызда ұмытылған ғасырдағы шынайы құдайдың бейнесі тұр. Ол аңызға айналған төрт ұлы тәңірдің бірінің көрінісі. Ақыры біз драгонның жемісінің шын моделін білдік. Хито но ми, модель. Әлемді көрермендер осылай деп жатыр. Жаңбыр құдайы Заза. Мұнда автор кәдімгідей от жасапты. Қараңыздаршы мына көрініске. Кириннің қорқынышты түстерінен шыққан жаңбыр құдайы енді біздің алдымызға келді. Оның бейнесі Хагрома секілді төрт қол. Жаңбыр мен судан құралған дене. Тұла бойы түгелдей сұйықтықтан тұрады. Бірақ бұл теңіз суы емес, кәдімгі тұщы су. Яғни ол теңіз құдайы емес, дәл жаңбыр құдайының өзі. Келесі бөлім қызық болғалы тұр. Ал енді жалғастырамыз. Дайындал, жақында жетеміз, деді Кирингем. Шақырған жаңбыр құдайымен бірге. Дайынсың ба? Олар балаларды үлкен кемемен осылай алып кетпекші. Бірақ осы сәтте Зоро Санджи-кунның Киринмен шайқасу үшін сол жаққа қарай асығып бара жатқанын түсінеді. Оған сенім артуға болады дейді. Иә, Зороның аузынан осындай керемет сөз шығару қиын. Санджи жайлы, әй, аспазшы, қарап жүр, масқара болып жүрме. Сен де абай бол. Осылайша Зоро Сомерске қарсы шайқасуға ұмтылса, ал Санджиге Кирин мен оның жаңбыр құдайын тоқтату міндеті жүктеледі. Эльбафта нағыз алапат дағдарыс басталды. Бұл бөлім шынымен от екен. Талқылайтын нәрсе өте көп. Осымен 1182 тарау аяқталды. Қазақ тіліне аударған Елдос. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.